Қайырлы күн, құрметті менің сүйікті көрермендерім. Бүгін біз осындай әдемі декор жасайтын боламыз. Ол үшін бізге лента қажет болады. Бар болғаны алдымен 32 сантиметрлік екі жолақты лента дайындап аламыз. Оның шетіндегі жібін ақырындап тарқатып аламыз. Лентамызды 8 сантиметрден бөліп кесіп аламыз. Яғни бір лентадан 4 дана бөлік шығады. Барлығы 8 дана бөлік. Екі жағы жабысатын жабысқақ лентаға жабыстырып аламыз. Жапсырып болған соң ұшындағы жіптерін ақырындап шығарып қоямыз. Одан кейін бір-бірімен беттестіріп бүктейміз. Бүктеп болғаннан кейін ұшындағы жіптерінің барлығын тарқатып тастаймыз. Түбіне дейін тарқатып, артық жіпті кесіп алып тастаймыз. Енді таяқшаға жақсылап ақырындап асықпай орап аламыз. Міне осындай әдемі декор пайда болды. Енді бізге қажетті жасыл түсті қағаз. Оны да осылай жабыстырып, әдемілеп орап алыңыздар. Енді біз гүлдің жапырағын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жасыл түсті қағаз және де жабысқақ лента мен таяқша қажет. Міне біздің жұмысымыз да аяқталып қалды. Каналға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.